саламат. Осы бәрі білгісі келеді. Бірақ білім жолы неден басталады? Неден тұрады? Білім жолы ұстазға деген құрмет, ұстазға деген қызмет, махаббаттан басталады. Имам Бұхаридан сіз осындай үлкен дәрежеге қалай жеттіңіз деп сұраған екен. Сонда ол кісінің айтқаны, бүкіл шәкірттер ұстаздың сабағын дұрыс түсіну үшін ең алдыңғы қатарға отыруға тырысатын еді дейді. Ал мен болсам ең соңғы қатарға отыратын едім де, ұстазым сабағын аяқтап орнынан тұрған уақытта басқа шәкірттерден бірінші барып болып ұстазымның аяқ киімін қойып беретін едім дейді. Яғни ұстазға деген қызметінің себебінен сондай дәрежеге жеткен екен. Имам Шафиғи айтады, мен ұстазымнан қатты ұялатым, сондай тіпті ол кісінің алдында отырған уақытта кітап беттерін дауыстап парақтауға ұялатын едім дейді. Ал енді өзіміздің Әл-Фараби бабамыздың айтқаны, тәрбиесіз берілген ілім адамзаттың қас жауы дейді. Яғни кімді қарамасаңыз да имам Ғазали бола ма, Руми бола ма, ағартушы, әулие, хакімдер бола ма, барлығының айтқан бір сөзді, ілім жолы ұстазға деген құрмет, қызмет, махаббаттан басталады.